Қайырлы күн. Бүгін біз күнделікті бетке арналған массаж жасаймыз. Ең алдымен иегімізден бастаймыз. Осылай иегімізді, мойын және кеудемізді жайлап уқалап массаж жасаймыз. Келесі кезек осылай ерніміздің жан-жағын жоғары қарай домалатып, уқалап массаж жасаймыз. Бұл ерін жанындағы бұлшық еттерді қатайтып, сондай-ақ әжімдерді кетіреді. Енді бет сүйегінің астын жайлап, осылай массаж жасап уқалаймыз. Бұл ерін мұрын қатпарларына, сондай-ақ беттегі артық майды кетіреді, сонымен қатар беттің қырын шығаруға арналады. Енді ерін мұрын қатпарларына арналған массаж жасаймыз. Осылай бетімізді жайлап, жанына қарай тартып массаж жасаймыз. Сонымен қатар массаж жасағанда крем немесе май пайдаланған дұрыс. Мен бүгін майды қолдандым. Енді астыңғы ернімізден бастап жоғары қарай домалатып массаж жасаймыз. Ерін мұрын қатпарына, сонымен қатар мұрын қуысының жанын, сондай-ақ мұрынның қырларын осылай жайлап домалатып массаж жасап, көз астынан тартып бекітеміз.
Келесі біздің массажымыз мұрынға және қас арасындағы әжімге арналады. Осылай мұрнымызды, қас арасын осылай жайлап уқалап, қас үстінен жүргізіп, төмен қарай мойнымыздан түсіреміз. Енді көздің айналасын осылай домалата уқалап массаж жасаймыз. Бұл көздің көру қабілетіне, сондай-ақ көздің шаршағанына, сонымен қатар көздің жандағы әжімдерді кетіруге, ісікті кетіруге көмегін тигізеді. Осылай төмен қарай барлық массаждарды төмен қарай иығымыздан түсіреміз. Және де соңғы массаж ол толық бетімізге арналады. Иегімізден бастап жайлап жоғары қарай тартып массаж жасаймыз. Иек және мұрын ерін қатпарларының жанына, сонымен қатар бетімізді жайлап екі жаққа тартамыз. Сонымен қатар маңдайымызды да ұмытпаймыз. Негізі бетке массаж жасау өте пайдалы. Сондықтан да менімен бірге әрдайым массаж жасап тұрыңыздар. Жақсы дем алып қаласыздар. Осымен массажымыз соңына жетті. Менімен бірге уақыт бөліп массаж жасағандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.